Періштелер ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Періштені кім ұрғашы десе кәпір болады. Өте түрі суық. Ассалаумағалейкум қадірлі жамағат. Періштелер жанымызда жүретінін, бізге көрінетінін білдіңіз бе? Қызық болса осы жөндегі уағызды аяғына дейін қараңыздар. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Періште осы жерде де толып жүрген шығар, Аллах алам. Бірақ періштені көруі мүмкін. Өйткені пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам, білесіңдер ме Жабраилдің хадисі? Жабраил амин келді, я? Білесіңдер хадисті? Бәрін білесіңдер. Я Мұхаммад ахбир анил иман, анил ислам, анил ихсан деген жерде сол Жабраилді не қылды? Көрді. Періштелер әрдайым неде болады? Адам жақсы нәрсені кейпінде болады жаңа. Періштелер жақсы кейіпте болады. Тура әулиелер, нелер көрген, сахабаларда жаңағы періштені көргенін, жәрдемге келетін, көріп қалу мүмкін. Ал жын деген, ол жаман бейнеге де, жақсы бейнеге де кіреді. Періште тек қана не кіреді? Жақсы бейнеге кіреді жаңағы, жақсы бейнеге кіреді періште. Бірақ біз ол көрсек те, көрмесек те біз не қыламыз? Періштенің бар екеніне сенеміз. Періштелер ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оларда еркекті ұрғашылық қасиет болмайды. Періштені кім ұрғашы десе кәпір болады. Періштені кім еркек десе пасық болады. Өйткені Құранда нақты келді, періштелерді жаңағы әйелге теңегендерді Аллах Тағала не деді? Ол жаңағы кәпірлердің сипаты екенін оны айтты. Мына 10 періштені біз білуіміз керек. Бірінші кім? Жабраил, екінші кім? Микаил, Исрафил, Малакул Маут, Мункар Накир, Мункар Накир, Кирамин Катибин, Мункар Накир қабырда сұрай тұрған, ал Кирамин Катибин мынау жаңағы оң жақта, сол жақта отырған періште. Хамалатул Арш, оны білуіміз керек. Ризван, ол кім ол? Жәннатты несі? Басшысы. Малик кім ол? Тозақты басшысы, Құдай сақтасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям миражға көтерілгенде сол Маликті көрді. Көз қашан жолыққаннан бір жаңағы күлімсіремеді, өте түрі суық. Сонда пайғамбар саллаллаху кімнен сұрады? Жабраил аминнен, не Жабраил, мұна кім деді? Қанша болды көргеніне? Бір жаңа езу тартпады, сондай бір жаңа түрі суық деген еді. Бұл не деді? Бұл тозақтың несі деді? Тозақтың басшысы. Ол ешқашан не қылмайды деді. Күлмейді ол, Құдай сақтасын.